Біргездік туралы даналық нақыл. Бір отбасы ұзақ уақыт бойы теңізге жақындауды армандады. Міне енді көптен күткен сәтте келді. Үй сатып алынды, ал анасы мен балалары жағажайға бірінші рет шықты. Күз болғандықтан жағажай қаңырап бос қалды, бірақ бұл тек отбасын бақытты етті. Күн жылынып жатты, теңізден жағымды салқындық пайда болды. Балалар құмда қыбыр етті. Балаларының ойнаған бақытты анасы алысқа қарап, олар мұнда қандай керемет өмір сүретін амандарды. Бірақ мұнда оның ойына қарт адамның келбеті кедергі болды. Ол кішкентай құрғақ болатын. Жақынырақ қарап, әйел оның бей-берекет және де қандай да бір тәртіпсіз екенін байқады. Егде жастағы адам жағада серуендеп жүріп бір нәрсе жинады. Қауіпті сезінген анасы балаларды шақырып қайтуға шешім қабылдады. Қария оларға қарайды, жүрді де оларға күлімсіреп амандасты. Оның барлығында қайырымдылық сәулесі шашылды. Бірақ отбасы оның бақытына қарамай асығыс жағажайдан кетіп қалды. Осы кездесуден кейін әйелде қандай да бір түсініксіз сезім пайда болды. Ол дұрыс емес нәрсе жасағандай, ол көршілерінен жағажайдан келген біртүрлі қария туралы сұрауға шешім қабылдады. Ол жалғыз тұрады екен. Бос уақытында қария ешкім, әсіресе балалар зардап шекпес үшін жағажайдан сынықтар мен қауіпті заттар жинайды. Әйел өзінің бұл қылығы үшін ұялды. Ол торт пісіріп, оны сол қарияға жағажайдан алып барды. Қария өте қызықты, шығармашыл адам болып шықты. Ол суреттер салды, ағаштан қайық жасады. Әйел қуанып сатылымды көмектесу ұсынды, өйткені оның ісі өнер